оразаны мұнафық адам ұстай алмайды. Яғни 200-ді адам біздің қатарымызда намаз оқып, жаңағыдай бір жақсылыққа жаршы болып, жанымызда жүре беру мүмкін. Бірақ ол 200-ді адамның таң атқаннан күн батқанға дейін оразамын деп ашыру мүмкін емес. Сондықтан ғалымдарымыз айтады, екінші бір нәрсе, оразада рия болмайды. Ал енді басқа амалға ол рия кіруі мүмкін. Яғни біреу көрсін, біреу білсін деген мақсатта. Алла үшін жасалған амалды біз Алла тағалаға тікелей қоя аламыз. Мысалы, үңгірге кірген 3 адамның оқиғасы белгілі ғой, жаңағыдай өздерінің Алла үшін жасаған бір амалдарын Алламен ортаға қойып, үңгірден құтылғаны секілді. Сол секілді бұл ораза Алла үшін болады. Сол амалымызды Алла мен өзіміздің арамызға қоятын болсақ, Алла тағала біздерге тілеген тілек дұғаларымызды не істейді? Қабыл ететін болады. Олай болса Алла үшін ораза мен үшін деді. Олай болса Алла үшін істейік ораза ұстай. Құрметті ағайын, ораза айы қасиетті ай, санаулы күндерде келеді. Бір айдың ішінде өтіп кетеді. Сондықтан осы үлкен нығметтен, осы үлкен мүмкіндіктен істемейік, сауабынан, жақсылығынан айырылып қалмайық. Субханакаллахумма бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля ант, ва настағфирука ва натубу илейк. Алла тағала қабыл етсін ниеттерімізді.